Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен бірге Алтынай Аман. Кез келген айдың, жылдың 5 күні туылған жандар. Өткенді жіберу сіздер үшін не үшін маңызды? Осы жайлы және басқа да маңызды дүниелерді білгілеріңіз келсе, осы эфирді соңына дейін қарап, Кармология арнасына тіркеліп кетіңіздер. Лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сонымен ең алдымен біз бала күнгі зақымдардан бастаймыз, себебі бәленің барлығы осы бала күнгі зақымдарда жатыр. Соның барлығын анықтай біле, біз өз тағдырымызды өзгерте аламыз. Жалпы, сіздер кез келген жаңа информацияны сабырлықпен қабылдай алмайтын ата-анаға келгенсіздер. Себебі ол кісілерді жаңа нәрселер қорқытады. Сондықтан да ата-анаңыз жаңаны қабылдау орнына ескіге жабысып өмір сүруді жөн көрген. Жалпы жаңадан адамдар қорқады, егерде ештеңесіз түксіз қаламын деген қандай да бір қорқынышы болса. Міне осылайша қолдарында қорқынышы ғана бар, одан басқа тасы да жоқ, себебі развитиядан, өсуден, жоғарылаудан бас тартқан. Сіз бұл кісіге бала болып келуіңіздің себебі де осы. Осы бір үлкен қателерін көрсету үшін келдіңіздер. Бірақ сіз олардың баласы болғандықтан сыйлауыңыз керек. Ол кісілерге ақыл айтып, лекция оқып, бірдеңе үйретуім керек деп ойлап қалмаңыздар. Жоқ, олай емес. Сіз туылғанда ата-анаңыздың көз алдында ол кісілердің ашумен сақтағысы келген нәрселер құрдымға кеткен болатын. Яғни сіз өмірге келгенде бұл кісілердің тағдыры төңкерілген. Және сіз осы үшін өте қатты қайғырдыңыз. Осындай сабырсыз, ұшқалақ ата-анаға қарап, санаңызды дамыта өстіңіз. Яғни өтірік білім мен рас білімді ажырата аласыз. Жалпы бұл период, яғни 14 жасқа дейінгі өмір, нумерология бойынша период адаптация деп аталады. Осыдан аман-есен өттіңіздер деп ойлаймын. 5 күні туылған адамдардың минус іс-әрекеттері. Өз болашағыңыз үшін қорқып, алаңдайсыз. Себебі өзіңізге сенімсіз, ештеңеге қол жетпеген адам ретінде санайсыз. Бұның барлығы өзіңіздің қойған ограниченияларыңыз болып саналады. Соны түсінулеріңіз керек. Яғни бірдеңе жасағыларыңыз келеді, мысалы, ағылшын тілін үйренгілеріңіз келсе, сіз оған көптеген сылтаулар таба бастайсыз. Яғни мен оны үйренуім үшін маған осылай бос уақыт керек, ол үшін мынандай деп жан-жақтағылардың барлығын кінәлап, сонымен өзіңіздің қажетті нәрсеңізге ешқашан уақыт таппайсыз. Өзіңіздің білікті маман болмағандығыңызға жұмысты, сол сфераны, коллегаларыңызды кінәлайсыздар. Бірақ тек өздеріңіз емес, яғни сіздің өміріңізде барлығы кінәлі. Информационный мусор оқисыздар. Тым пайдасы жоқ нәрселерді тануға құмарсыздар. Бұл жерде айта өтетін нәрсе, осы іс сізді эмоция тұрғысында одан сайын төмен түсіретін болады. Сондықтан бұл дүниеге құмартпаңыздар. Пайдалы дүниелерді оқуға кеңес беремін. Біреулерге өз шындығыңыз бен өзіңіздің ойыңызды дұрыс екенін дәлелдегіңіз келеді. Ата-анаңызбен өте қиын қарым-қатынастасыз. Олар ажырасқан болуы мүмкін. Себебі бірге болулары аз кездеседі. Яғни мен бағана айтып өттім ғой, сіз өмірге келуіңізбен жұмыс жасамайтын дүниені қираттыңыз. Яғни егер ата-анаңыз бірдеңені сақтау үшін дымсыз қалудан қорқып бір-біріне үйлене салған болса, онда сіз нақты сол нәрсені бұзу үшін келдіңіз. Себебі онда шындық, сезім, мейірім жоқ. Онда тек қана қорқыныш. Ал енді плюстағы іс-әрекеттеріңізді айтамын. Өз қорқынышыңыз бен сенімсіздігіңізден қашпайсыз. Дұрыс информация мен бұрыс информацияны ажырата білесіз. Уақытында керек емес дүниені жіберуді білесіз. Көп оқисыз, көп зерттейсіз, және оны өмірде өз опытыңызда қолданып тексеріп көресіз. Содан кейін ғана өзгелермен бөлісуге дайын боласыз. Сіз керемет ұстасыз, алайда үнемі жаңа білім алып, рас өтірік екеніне көз жеткізіп, алдыға жүріп отыруыңыз керек. Яғни ұстаздан оқушы статусына түсіп тұруыңыз керек. Профессионалдық тұрғыда өсесіз, дәрежеңіз көтеріледі. Жалпы минустың плюстан айырмашылығы. Минустағы бесіктер білім алудан бас тартып, опытымен бөліспейді. Үнемі күдік, қорқыныш. Ал плюстағы кісілер тексерілген біліммен өзгелермен бөліседі, үнемі білім алады. Егер сіз
өзіңіздің алған біліміңіз бен информацияларыңызды өз өміріңізде рас па өтірік пе соны тексермесеңіздер, онда сіз өз өзіңізге өте сенімсіз боласыздар, яғни сіздерге бұл өмірде өте маңызды. Егер олай жасамасаңыздар, онда бұның барлығы сіздің реализацияңызға, яғни өсуіңізге, дамуыңызға тежегіш ретінде жұмыс жасайды. Себебі ми тынымсыз, онда әртүрлі күдік тудыратын информациялар, соның бәрін өз опытыңызда тексеріңіздер. Одан соң арнаға тіркеліп, лүпіл басып кетіңіздер. Сіздерге өте пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған Алтынай аман. Келесі эфирде жүздескенше.